Егер сізді немесе балаңызды жөтел мазалап, тамағыңыз жыбырлап, күні-түні маза бермей, көптен бері ауырып жүрсеңіз, мына әдісті қолданып көріңіз. 2 күнде жөтеліңіз кетеді. Ол үшін бізге 5-6 штук грецкий орех керек. Грецкий орехтың ішіндегі осындай жіңішке жұқа қабығы болады ортасында, соны тазалап алып шығамыз. Бір порцияға осындай орехтың 5-6 штугының қабығы керек. Мен видеода 2 порцияға жасадым. 1 стакан суға 5 жаңғақтың ішіндегі қабығын осылай саламыз. Қайнағаннан кейін 5 минут толықтай қайнатып шығамыз. Газдан алып, сүзгіштің көмегімен осылай сүзіп аламыз. 1 жастан асқан балаларға 50 мл-дан, үлкен адамдарға 1 бокалдан күніне 1-2 мезгіл ішуге болады. Кез келген уақытта ішуге болады. Біз тамақтан кейін күніне 1 мезгіл іштік. 3 күннің ішінде толықтай жөтел басылды. Ішкеннен кейін 1 күн ішінде уже әсерін бере бастайды. Ешқандай дәрісіз және антибиотиксіз осылай емделіп шығуға болады. Дайындап көріңіздер, ем болсын.